Бір күні таңертеңгісін шырт ұйқыда жатқанбыз. Кенет ас үйден тарс-тұрс айғай бастала кетті. Мына қатынның баласы бәле болды тіптен. Үйіміздің кілем паластарынан түк қалдырмады. Бәріне сиып тұшып құртқан. Шешесі де қой деуді білмейді. Не деген қаншық. Әке шешесі де тәрбие бермеген, тәрбиесіз. Шешең дұрайын, әкеңді бүйтейін деп, жеті атамды түгендеп қарғыс айтып шықты. Спальныйда жатқан маған тілін безеп жатыр. Тұрсам, 3-ші дүниежүзілік соғыс басталғалы тұр. Не де болса қояр деп ақырын күттім. Кенет біздің бөлмені ашып жетіп келді. Ой Алла, құдды бір жауын көргендей дерсің. Ала көзімен атып қарап. Әй қаншық, тұр баламын қасынан. Нағып жатсың, көтіңе күн түскенше жатып. Әке шешең не, біздікіне жатсын деп жіберді ма? Ой әкеңнің аузына сиейін, сілімтік. Шешеңде өзің секілді дел құлы, қайдан оңға бала өсірсін? Сенің жүрсің анау, жұрттың келіне қарасаң, таң атпай тұрып, сиыр сауып, ата-енесін күтіп, жағдайды реттеп, жарқыратып отырады. Сенің түрің мынау, боғың ағып, балдарың анау көрінген жерге сиып тұшып. Қазір мен көршіге кетем, мен келгенше қараңды батыр бол үйден. Сендей қаншық көрінгеннің есігін паналап жүруге лайықты деп аузына келгенін айтты. Кенет енемнің қатты даусынан қасымдағы күйеуім шошып оянғандай болды. Мама, сен істеп жүрсің біздің бөлмеде? Неге айқайлап жатсың, кеше түнде жай келгенін білесің ғой өзіңде? Деп қайта ұйықтап, сол ұйықтағаннан молынан ұйықтады. Тіпті менің үйдегі заттарымды жинап, балаларымды киіндіріп жатқанымды да естімей мелшиіп жатыр. Кетерімде үйді тазалап, полын жуып, күйеуімнің тамағын дайындап, атамның сүлгі орамалдарын жуып, жайып, орнына қойып, кухняның столының үстіне бір тілім қағаз жазып кеттім. Мәтінде мынадай сөздер бар еді. Қадірменді мама, қадірменді ата, мен сіздердің үміттеріңізді ақтай алмадым. Күйеуім жұмыстан шаршап келгенде тамағы дайын болсын деп немерелеріңізге көңіл бөле алмаппын. Балаларыма тәрбиені сіңіре алмадым. Мені кешіріңіздер. Үлгілі келін болуға, сіздердің аттарыңызға кір сөз келмеуге барынша тырыстым. Сіздерді қатты сыйлаймын. Мама, сізден соңғы өтінішім болсыншы, балаңызға жұмыстан келген соң жастығының астында капсула дәрісі бар, соны беріңізші. Білесіз ғой, ұлыңыздың жүрегі ауырып шаншитынын. Холодильниктегі мен жасап кеткен тамақты берсеңіз қуанып қалады. Менің енді жоқ екенімді оған ауыр тимейтіндей етіп түсіндіріп айтыңызшы. Сіздерді жақсы көретін келіндеріңіз Айсұлу делінген болатын хатта. Жалғасы бар. Мен амалсыз есіктің босағасын аттап жатқанымда, алғаш келін болып түскен үйдің дарбазасы, жүгіріп шыққан кішкентай қайнуларым, құшақ жая қарсы алған жақын жандарым еріксіз ойыма орала берді. Қандай бақытты кезім еді десеңші. Алғаш осы үйге келгенімде үлкен кісілерге құйған шайыма бата алғаным, атамның маңдайымнан иіскеп, қош келдің қызым деген сөзі әлі күнге құлағымда жаңғырып тұрды. Жүрегім қарс айрылды. Аз уақыт болса да бастан кешкен қызықта тәтті сәттер ойымды байлап алды. Босағадан аттаған сәтте жүрегімді біреу жұлып алғандай, жаны жоқ секілді күйге түсірді. Ішімнен қимай, амалсыз үймен қоштасып шығып барам. Ауылдық жер болғандықтан такси тұрағына жету де оңай емес. Қолымда шиттей балапандар. Бейне бір жапан далада адасып қалған ботадай күй кештім. Жол бойы жылап, егіліп бардым. Сыртқа білдірмегеніммен ішім толы, өксік, тамағымды қырып барады.
әупірімдеп жүріп такси тұрағына да жеттік. «Иә қарындас, жол болсын, қалаға ма?» «Иә» деп айтуға шамам жетпей басымды шұлғи беріп. Балапандарымда да үн жоқ. Сірә сәби жүректері әлденені сезеді. Жол бойы әр көрінген аялдама менің өмірімнің ең соңғы баспалдағы секілді елестеп отырды. Ақыры не керек? Төркініме бас сауғалап келе жаттым. Бейне бір соғыстан қашқан солдаттай таныс көше, таныс адамдар кезіге бастады. Автобус аялдамасына жақындағаным сол екен. Сыныптасым Алмат жолықты. «Сәлем, қалайсың қыз-ау? Қалайсың класстас?» деп әзіл қалжыңын араластырып жағдай сұрасты. Менің қасымда балапандарыммен жалғыз келе жатқаныма таңғалыспен қарады. Бәке қайда? Жұмыстама баяғы?» деп еді. «Иә, сол баяғы жұмыс қой оныкі» деп жымиып қоя салдым. Ол да қазбалап көп сұрамай, «Қой, жақсы, папа мамаңа сәлем айт менен» деп қоштаса кетті. Үйге жақындап келем. Барлығы ыстық көрінген мекенім маған жиіркенішпен қарап тұрғандай сезіндім. Үйдің есігіне жақындаған едім. Үйден кірген шыққан адам байқалмады. Есікті жайлап түрттім. Естімеді ме? Әлде үйде ешкім жоқ па? Қайтадан қаттырақ түрттім. Аштау. Есікті анам ашты. Тосыннан мені көрем деп ойламаған ол: «Қызым-ау, келе жатырым деп бір ауыз айтсаң қайтеді? Күтіп алар едің ғой» деп далақтап жатыр. Немерелері де әжесіне үрпейіп қарағанмен сәлден соң жүгіріп асыр сау ойнап кетті. «Иә, мама, қалайсыңдар?» «Ниче, жақсымыз, Аллаға шүкір, тәуба. Өздерің қалайсыңдар?» «Біз сол жайлап жүріп жатырмыз» дегеннен анам бірдеңен сезгендей болды. «Иә, мама, әке қайда?» Ол жұмыста ғой, бүгін смен екен, кешке келеді». Стол жайылып, мамам зырылдап шайдың қамына кірісті. Көп күттірмей стол жайып, шай жасай бастады. Жалғасы бар. Көп күттірмей сменнен әкем де келді. Есікті мен ашқан едім, абдырап, не өңі, не түс екенін айыра алмай қалды. «Әке» деп құшақтап алдым. «Жә, қызым, қой болды енді. Киімдерін қойып жіберші. Жүгірмектер, аяғымда бәтекен шешсіңдерші» деп балдарыма еркелете бұйырған түрі әкемнің. Олар түгі қалмай аяғын тартқылап, біреуі аяғын құшақтап, аталарын әзер кіргізді. Әкем қолын жуып келуге кетті. Сәлден соң жайылған дастархан басына жайғасып: «Иә, қызым, қалайсыңдар? Малжан аман ба? Құда-құдағилар қалай? Күйеу баланың жұмысы қалай?» Құда жаз бойы навес салып жатыр еді. Қыста малдың қамы деп бітірді ма сол навесін? Әке, иә, құда-құдағиларыңыз тегіс аман. Бақытбек сол өзіңіз білетін жұмыста ғой. Таңертең кетіп кешке қонуға бірақ келеді. Навесті атам жаз бойы салды. Әлі бітпеген жерлері бар. Алла қаласа бітуге таяу» деп ауыл елдің аманшылығын айттым. Бір кезде әкем мені төрге шық деп төрге отырғызып қойды. Әкемнен аздап ыңғайсызданып отырдым. Ішімнен мына жаңалықты қалай естіртем деп ойлап отырдым. Бір кезде анам да кухнядан шығып қасымызға жайғасты. Дастархан басында ананы бір, мынаны бір айтып шер тарқаттық. Әкем де немерелерін құшақтап, сүйіп, бір мауқын басқандай болды. Сол күні қайғымды ұмытқандай болдым. Бір ұйықтап тұрсам, түсім болса жақсы еді деп ойлап қоям. Айтпақшы, мен үйден кеткеннен соң түске жақын көрші келін Жаннұр келіпті үйге. Ойында ештеңе жоқ, шетінен таратқалы келіпті көршілерге. Есікті түрткенмен ешкім шықпаған соң, есікті ашып көріп, кухняның үстіне қолындағы табақтағы нанды қойып жатып,
көзі столдың үстіндегі бір тілім қағазға түсіпті. Ашып қараған Жаннұр түрі боп-боз боп үйден қалай атып шыққанын өзі де білмей қалып, сасқанынан хатты халатының қалтасына сала сапты. Жолшыбай нан таратып жүріп, өз-өзімен күбірлеп: «Үш қысқа не дейді? Сонда мына мыстан күн бермеген ба? Мен білетін Бәку, Бақытбек қой аузынан шөп алмас жуас еді ғой. Атасы қызым деп өбектеп асты үстіне түсіп жүруші еді. Масқара, сонда мына қатын мыстандық қылған ба? Қой әйтеуір сүрініп қағынып жет нанды да таратып кетті-ау». Үйге жетісімен айнаның алдына қалдырып кеткен телефонын асықты. Телефоннан Айсұлу көрші деген таныс нөмірге қоңырау шала бастады. Тұтқаны ары қарай мен алдым. Ары қарай телефондағы әңгіме: Алло, Айка, қалайсың жаным? Үйден кетіп қалған рас па сенің? Бағана сендердің үйіне барып, ыңғайсыз жағдайда қалдым. Ойымда еш нәрсе жоқ. Жет шелпек таратып жүргем. Үйімде адам болмады ма, ешкім ашпады. Тұтқаны барып, бұрап көріп едім, ашылды бір кезде әйтеуір. Бізде ауылда ашық тұра береді. Көршілер емін-еркін кіріп жағдай сұрасатын ауыл ғой. Кухняларының үстіне ыстық шелпек қалдырып кетейін, өлі әруақтарға деп құран бағыштаған едік. Қабыл болғай деп таратуға келсем, столдың үстіндегі қағазға көзім түсіп кетті. Оны басында мән бермей оқи келе, сенің жазғаныңды бірақ білдім. Не үшін олай еттің, Айсұлу? Анамыздан саған күн бермеді ме? Білем ғой, ол сырттай күшті жылтырап көрінгенмен ішінде бүгіп жүретін күйесі барын. Жалғыз мен емес, барлығы біледі оны. Сен оларға келін емес, қызындай қызмет қылдың ғой. Не ұнамай қалды сонша үйден кететіндей? Сен оңайшылықпен ондай шешім қабылдамайтын едің ғой. Я Жаннұр, жағдай солай енді. Бүгін таңертеңгісімен маған тиісіп, онымен қоймай әке шешеме, жет атама деген қарғапсылеп, бар боғауызын маған айтып, мен келгенше үйден кет деп зілді дауыспен айтты. Мені білесің ғой, ата-әженің тәрбиесінде өскенімді талай мәрте өзіңе айтқан едім. Бізде тұрмысқа шықсаң, сол үйден өлігің ғана шықсын деп ұзатады. Әкемізге қара бет боламыз. Амал қанша, енем күн көрсетпей үйден өз қолымен қуып шықты ғой. Кетер кезінде іштей қуанып бара жатқан жүзінен байқадым. Менің ол кісіге ешқандай жаман ойым жоқ. Атам да, күйеуім де жақсы адамдар. Ол үйден кетем деген ой үш ұйықтасам да түсіме де кірмеген еді. Амал қанша деп телефон тұтқасын қоя салдым. Ішім алай-дүлей боран соққандай болды. Түс ауа күйеуім хабарласты. Телефонды әдейі көтермедім. Алмағанымды көріп, қайта-қайта хабарласып жатқаннан соң телефонды алдым. Алло, Жан, қайдасың? Алло. Алло, Бақытбек, мен үйдемін. Қойша, үйде көрінбейсің ғой. Тамағым дайын ба? Шай қойдың ба? Қазір жұмыс жаққа барып қайтуым керек. Тездетіп шай тамағымды берші, деп еді. Бақытбек, мен Төркін үйімдемін, дедім. Қумаш, не айтып тұрсың? Төркін несі? Кім жіберді сені? Таза қуасың сен, ерікпе үйге кел деп бет бақтырар емес. Бақытбек, мана үйде үлкен айқай болды. Оны өзің де көрдің ғой. Содан? Есімде жоқ. Қойшы, не айтып кеттің? Сен ұйықтап жатқанда мама маған барлық боғауыз сөзін қарғысын айтты. Ақыр соңында маған үйден келгенше қараңды батыр деді, деп турасын айттым. Сен соған сонда кет десе кете салдың ба? Мамам білесің ғой ашушаң кісі екенін. Қойшы Бақытбек, мені өз қолымен үйден қуып шықты. Ол кезде өзің ұйықтап жаттың. Не енді үйге келмейсің ба? Вообще? Таза қуады екенсің сен қатын.
кетші бар төркіннен әрі асып кет давай деп тұтқаны лақтырып кетті. Жалғасы бар. Арада күндер өтіп сырғи берді. Бір күні әкем: қызым, ендігі үйің іздеп жатқан шығар, еліңе қайт дегендей ишара білдірді. Айтатын кез енді келсе де ішім бір жамандықты сезіп тұр. Бір кезде: әке, мен енді ол үйге бармайым. Тоқта қызым, қалай сонда? Шешесі, қызыңмен сөйлес, не деп жатыр мынау? Қызым, аманшылық па? Не үшін олай еттің? Әкең ашуланып қалды ғой. Мама, әке, кешіріңдер. Сендердің берген тәрбиелеріңді көрсете алмадым, үміттеріңді ақтамадым. Қызым, тоқта. Неге олай айтасың? Не жаманшылық болды, айт бізге. Біреу ренжітті ме әлде? Күйеу бала қол көтерді ма саған? Түсіндіріп айтсайшы. Мама, мен енді ол үйдің келіні емеспін. Мені енем үйден қуып шықты. Қой қызым, әсірелеп айтпа олай. Рас мама, енем мені не істесем де жақтыртпайды. Әр нәрседен ілік іздеп, түртпектеп жүреді үнемі. Алдыңғы күні тыныш өз бөлмемізде ұйықтап жатқанбыз. Таң енді атып келе жатқан кезет енем кухнядан ыдыстарды тарсылдатып, өз-өзінен айқайлап, боқтап біздің бөлмеге де кіріп, ұйқымнан жұлқып оятты. Сіздерге тіл тигізді. Ата-анаң саған дұрыс тәрбие бермеген, көргенсіз, шешең де өзің секілді делғұлы деп, ақыр соңы боғауызын езіп төгіп, үйден қараңды батыр деді. Мен келгенше: мама, бір кезде әкем: не дейді шешеңді? Қайсысы, анау құдағай ма? Қазір сөйлесейін, тоқта. Әкем қалтасынан телефонын алып, құдағай деп жазылған контактыға қоңырау соға бастады. Телефонда алмады. Әке, ол телефонды алмайды. Сізден қорқады, босқа хабарластыңыз оған. Солай ма? Қазір онда құдаға хабарласам. Бір кезде атама хабарласты. Ол да телефонды алмай бір кезде көтерді. Алло, құда, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Құдеке, амансыңдар ма? Сол аманшылық болмай тұр, құда. Айт, құда, не жағдай? Құдеке, не естімегенсің ба, не ештеңе? Нені құрғыр? Жұмбақтамай айтсайшы, құда. Балам үйге қайтып келіпті. Айтуынша енем үйден қуып жіберді деген ба? Сол шын ба? Атамның басына енді жетті ма? Телефоннан үн шықпай қалды. Құда, алло, құда, әр жағынан: қатын, бер кел. Тез кел мұнда. Мына жақтан біз не боларын тыңдап қорқып тұрмыз. Балаларында айқайдан көздер бақырайып, қорқып қалма, жылай бастады. Мама жұбатып әуре: қазір ата телефонмен сөйлесіп алсын, сендерге мороженое алып берем, Телефонның әр жағынан: қатын, сен не, екі жастың ортасына түсейін дедің ба? Не тыныш жүрмейсің сен? Маған неге өтірік айтасың? Келін қонаққа кетті деп. Бәсе 3 күн болды, келін ондайы жоқ еді. Басыңды езем, сен қатының бар ғой. Жас күнімде мені анамнан айырғаның аздай, енді келінімді күндейін дедің ба сен? Обалың жоқ, сойып салайын ба тұрған жеріңде? Қазір телефонды қоям, сөйлесем семен. Құда, кешіріп қой. Айып бізден. Мына құдағайыңның шаригі тимей қалған ба, бір бәле орнына қоям қазір. Телефонды қызыма берші, бір ауыз сөйлесейін. Бір кезде телефонды әкем маған берді. Атаң бірден айтам дейді, сөйлес деп. Мен телефонды алуға қорқып әзер ұстап: алло, ата, сәлем бердік. Көп жаса айналайын қызым. Қызым, мына кемпірім сені үйден қуған кезінде маған неге айтып кетпедің? Ата, айтайын дегенім, сіз болмадыңыз ғой үйде. Ана келемде подхозға кеткен едіңіз ғой. Сізді уайымдап жолда жүрген соң көңіліңізге қаяу салмайын деп ойладым. Қызым-ай, маңдайыма сыйдырмады-ау мына қақпас қатын. Қызымдай жақсы көретін келінді ит қылып қуған мына енің жас күнде шешемнен бөліп ақыры жаназасында да бола алмадым. Бұны ат ене емес, кене болу керек негізі. Ата, олай демеңізші. Қызым, мен енді саған ештеңе демеймін. Өзіңе бір дауыс көтерген адам емеспін. Барынша жақсы ата болуға тырыстым. Қайтем, маңдайыма сыйдырмады-ау, сені де көп көріп. Шешімді өзің айт, қызым. Мен саған не десең де батамды берем. Көршілер маған үнемі мақтап, қызығып отырушы еді. Келініңізге қызығамыз. Ішкеніңіз алдыңызда, ішпегенің артыңда. Үйіңізді мұнтаздай етіп таза ұстайды.
Бізді көрсе етегі жерге тигенше сәлем салып сыйлап өліп кете жаздайды деп. Сонда көп көрген ғой. Өзің барда әр күнің мейрам ет. Күнде қасымда балтырымды уқалап, табанымды жылы сумен жуып, бір кесе күліп берген шайыңа ырза болып отырушы едім. Бізде қарияға шай емес, өзің секілді бір шыны ыдыс шай берсе, шын көңілмен беріп сыйлағаны ғой. Ата, мен сізді өз әкемдей құрмет қылам, сізді сыйлаймын. Бірақ үйге енді барғым келмейді. Мені қинамаңыз деп телефон тұтқасын басып тастадым. Бұл оқиға ең қорқынышты түстей болды. Біраз уақытқа дейін атамды түсімде көріп шықтым. Түсімде атам: қызым, сен мені кешір. Қиын кезде қасыңнан табылмадым. Сені қорғай алмадым. Мендей сорлы атаңды кешір. Сенің тілеуіңді тілеймін. Бақытты бол қызым. Саған батамды бердім деп сөзін аяқтады. Сол көргеннен соң атамды да түсімде көрмедім. Бір жағы алаңдап қоям. Атам-ай, қайтып жүр екен. Қасымда болғанда ғой. Бірге отырып арқа-жарқа әңгіме құрып, төбем көкке бір елі жетпей отырушы еді. Арада көп ұзамай атам өмірден озарында балаларына өсиет айтқан екен. Мына мен тұрған қара шаңырақ менің қызым Айсұлудікі. Мен өлген соң үйді соған аударасыңдар. Өздерің қайда барсаңдар оған барыңдар. Ал егер олай істемесеңдер, менің әруағым сендерді кешірмейді. Әруағым ырза болсын десеңдер, орындаңдар деп айтып кеткен көрінеді. Атам өмірден өтті дегенде төбемнен жай түскендей күйге түстім. Құдды жардан біреу itергендей, асқар тауым шағылып жер болғандай болды. Атамның ас беруіне 7-40-на барып келдім. Сонда маған Бақытбектің қолыма ұстатқан бір пакет қағазы болды. Бә, Айсұлу, мынаны әкем өлер алдында саған бер деп соңғы сөзін айтты. Бұл үй бұдан былай сенікі. Ертеңнен бастап квартираға шығам шығар. Жаңа барып үй қарап қайттым деді. Қайран атамай, әруағы ырза болғыр. Өлгенінде де мен ойлап кетіпті ғой. Мына құзғындардан осылайша мені айырып алғысы келген екен ғой деп ойын ұқтым. Сөйтіп әкем мен анамның рұқсатымен қаладан ауылыма қайта көштім. Олар да үйді босатып, кілтін қолыма ұстатып кетті. Бақытбекпен қайтып қосылмадым. Өз әйелін қиындықта қорғамаған еркек ертең кім көрінгенің есіңде қалдыратынына бек сенімді едім. Егер қайта қосылса, өмірім одан бетер тозақ боларын білдім. Уақыт шіркін әділ екен. Арада күндер, жылдар өтіп жатты. Бір күні Бақытбек үйленіпті дегенді естіттім. Бір жағынан қызғаныш, бір жағынан жек көрініш сезім қатар болды. Қасқа қыздың өмірін менікі секілді құртады деп ойладым. Дүркіретіп той, бет ашарын жасап, үйіне келін әкелді. Мен сол баяғы жалғыз қала бердім. Жылдар өтіп, айдың артынан айлар жылжи берді. Бір күні түскі мезгілде теледидар көріп отырғам. Бір кезде көршім Жаннұр кіріп кетті. Қалайсың, Айка? Жақсы болады. Өзіңше? Жақсымын ғой. Не ғой, Айка, менімен жұмыстас Арай танисың ғой, я? Аптекадағышы? Қайсысы ол? Кәдімгі Арай. Мектептің жанындағы аптекадағы. Содан? Сол бәкөлердің көршісі ғой, прикинь. Кетші, қуады екенсің. Шын айтам, өз айтты оны. Қойшы құрсын. Дейм, кеше посылка алуға Қазпоштаға бара жатқан ғой. Жолшыбай келе жатып аптекаға кірмейін ба? Үйдегі балдар жөтеліп ыстығы көтерілгесін парацетамол алайын деп сөйтсем, Арай отыр оның ішінде. Арай деп айтып отырғаны өзінің мектеп кезіндегі құрбысы ғой. Екеуміз бір-бірімізді көріп, біраз әңгіме соғып тастадық. Әңгіме арасында Бәкөнің екінші әйел сөз болды. Жанка, сен ана Кобраны білмейсің. Кімді? Бақытбектің екінші әйелі. Содан? Неге Кобра ол? Сөзді бөлме, тыңдашы ше. Біз онымен көрші тұрамыз ғой. Арамызда екі үй әрі тұрады. Сонда да көрші ғой, үйіне кіріп тұрамыз. Ана үйіне кірсең, боқ ағып жатыр. Кілемі 100 жылдан бері жуылмаған. Үйінің тұрысы анау құлайын деп тұр.
енесін мышқ қылып жіберген ғой. Короче, ана үйде келін пахан ғой, короче. Бақыт бегім маймыл болып жүр. Не етса соны істеп, чорт болып. Ана келін былай жүреді кафелерде, гүл ғой жүрген жер шіркіннің. Үйіне енді барам ғой, киімдері шашылып жатыр әр жерде. Мамасына тамақ істетіп қойған, бала бақтырып. Бұрын ана еліне күн бермей қуып еді, енді зорын тапты. Құдай күштімін деме, сенен де күштісін алдыңа келеді деуші еді, рас екен. Келіннің қадіріне жете алмады сорлы. Ақыр соңы атасы үйін келіннің атына жазып берген қалай кетті. Вот мен атасына ырза болдым ше. Менің де атам сондай болса ғой деп ойлап қоямын ішімнен. В общем, солай әңгіменің қысқасы. Саған кезінде көрсеткен қорлығы алдынан шығып жатыр екен. Құдай бәрін есеппен береді екен. Баяғыда бақыттан сұраған екен ғой. Бақыт, сен осы қайда қонасың деп. Мен әуелі адамның аяғына қонам. Аяғын шалынбай басып жүре алса, беліне қонам. Оған да қисаймай қасқайып жүрсе, мойнына қонам. Егер оны бағаласа, ең соңында барып, басына қонам. Қазақта сол үшін астыңнан тақтайса да басынан бағың таймасын деп бекер айтпапты. Бақ адамның басына қонады екен. Сен оларға басына бақ болып қонған едің. Олар оның қадірін білмей бақытты үркітті. Адамнан бақ тайса қайта қонбайды екен. Енді сыртыңнан көріп қызығып жүрген шығар, кезінде басымдағы алтын тәжімді бағымды бағаламаған екенмін деп. Қазақта тәж деген бар ғой, ол былай. Дені сау адамның басында алтыннан тәжі болады екен. Оны ауру, яғни денсаулығы жоқ адамдар көреді екен. Келіні бар адамдардың да басында тап сондай алтын тәж болады дейді. Оны алған келіні оңбаған, күн санап ата енесін қабірге сүйреген ата мен енелер көреді екен дейді. Тағдыр ғой, қайтесің. Сонымен оқиға аяқталды. Оқиға кейіпкері Айсұлу қанша қиындық көрсе де соңы береке болды. Бақытбектің отбасы басындағы бағын бағаламады. Қазір соры қайнаған бақытсыз. Енесі өзінің жарынан айырылды. Қартайғанда қолғанаты келіннен айырылды. Айсұлу көп ұзамай өз серігін кездестіріп, бақытты да баянды отбасыға айналды. Айналасы жақсы жандарға толып, бақытты өмір кешті. Біздің де тілегіміз, бастарыңыздан бақтарыңыз таймасын. Дүние тұрғанша тұрыңыздар, қымбатты көрермендер. Қазірде өз келінін итше тепкілеп, құл секілді көріп жүрген енелер болса, ойланар деп осы оқиғаны сіздердің өмірлеріңізге де сабақ болар, бастарындағы бақтарын бағаласын деген мақсатпен шығарып отырмын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.